Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз жаттығудың барысын көрсетеміз. Бірге мен Ақбар Жармағанбетов және менің шәкіртім Нұрмұхамед. Біз біргеміз. Давай. Бүгін сіздерге ашық көрсетейін дегенбіз ғой. Біздің қалай жаттығамыз, неше подходтан, қандай жаттығулар жасаймыз, салмағымызды көрсетеміз, қалай болатын бәрін көрсетейік. Бүгін бізде аяқ болады, аяқ жасаймыз, иық жасаймыз, соңында қол жасаймыз. Разминкамызды бастаймыз. Негізі коронавируспен ауырғанбыз. Мен де Нурикті 7-8 килограммдай тастағанбыз. Қазір қайтадан салмақты жинап, өзімізге келіп жатырмыз енді. Қазіргі салмағым 80 келі. Сенікі қанша? 74. Бір аптаның ішінде 7 килограмм қосылған ғой. Ойлаңыздаршы. Бірінші жаттығу приседание, штангымен отырып тұру. Тренажерда жасаймыз. Тренажер Смита. 15 келіден қосып, бірінші разминка жасап алайық. Ал кеттік. Негіз неге осы тренажерда біз жұмыс істейміз? Өйткені белде кішігірім грыжа бар да. Және де бос штангымен жасасаң, ол сәл қауіпті болады. Сондықтан біз кішкене сақтанамыз деп осы тренажерда жасаймыз. Нурик жаса. 10-15 рет разминка жасап аламыз қазір. Салмақты көбейтіп отырамыз подход сайын. Сосын уже рабочий подходқа жеткеннен кейін бір 4-5 подход жасаймыз. Нурик тағы 15-тен салсыш. Тағы да сақтану үшін осындай белдігім бар. Кімде белде грыжа, протрузия бар, осындай белдік өте жақсы көмектеседі. Беліңе салдың да жақсылап тұрып қысып алдың. Және де тізе ауырмау үшін осындай наколенник керек болады. Спайдерменнің наколеннигі ғой негізі. Ұрлап алғам. Жаса. Бұл әлі рабочий салмақ емес. Қазір тағы да көбейтеміз салмақты. Нұрмұхамед қазір салмақты қосуда. 7 келі салмақты қосты. Енді тағы мақсат 83-85 келіге дейін көтеру. Бұндай салмақты көтеру үшін біріншіден. Бұл әрине қатты көп емес, бірақ бұндай салмақты көтеру үшін бірінші тәжірибе керек. Екіншіден табиғи тағамдар. Ең максималды салмақ соңғы 3-4 қайталау қиын болса, онда ол рабочий салмақ болып саналады. Біз әлі рабочий салмаққа жеткен жоқпыз. Я, Нурик. 120 келі болды. Қазір сәл тұрыңдар. Осы жаттығуды бітіреміз. Келесі жаттығу выпады болады. Гантельмен сәл қызықтау болады. Бірақ әрі қиын. Өте көп энергия кетіреді ол. Соңғы екі жасайсың ғой. Басың айнала бастайды. Сонда, значит, тренировка жақсы өтті деген сөз. Айналса? Иә. Басың айналмасы, онда дұрыстемек. Сосын, бірінші екінші тренировкада талып құсып атсың, онда тренировка четко өтті деген сөз. Ой, бай, Нурик айырып атыр. Қара күші оянды ғой дейм, е, Нурик? 20 өмір көтермеген ғой мына жігіт. Камера қосылғаннан кейін сразу көтере бастады. Менің бауырымды сүріп жүрші. Чемпион, қараңдаршы. Қыршау ет бар мына жерде. Красавчик. Осы мақсат қой осындай. Осындай ол. Обязательно. Давай. Келесі жаттығу выпад, аяққа арналған. Бұл негізгі жаттығу. Өте қиын. Көп күш кетіреді.
Шап бауыр. 20 қадам ғой, 20 қадам. Мені енді басым айнала бастады. Сондықтан залда достар сендер талып атсаңдар, ол негізі нормально. Значит, кішкене давление түсіп кетті деген сөз. Айта кетейін, құйрық деген күйіп атыр. Айбай-ай, құйрық деген жосқа күйіп атыр. Бүйтіп жүресің ғой, бүйтіп, ақсаңдап. Мүгедек құсап. Сондықтан қатты өліп қалмас үшін жаттығудың алдында БЦА мен креатин ішіп алу керек. Ол кішкене болса да күш береді. Сосын жаттығу сәл ұзақ жасауға болады. Сол әсіресе осы аяқ жасаған кезде осындай БЦА, креатин сондай. Немесе тамақтармен болса, где-то 1 сағат бұрын плотно бір каша жеп алу керек. Таңертең тренировка жасаған керек. Біздің келесі жаттығу иыққа көшеміз. Өте қызықты жаттығулар болады. Өйткені иықты көбісі өсіре алмайды. Дұрыс жаттығулар жасамайды. Дұрыс қайталау жасамайды. Сондан бүгін осы құпияларды ашамыз. Ал жігіттер, қыздар, қыздарға ұқсайтын жігіттер деп. Біздің жаттығуымыз жалғасуда. Қазір иыққа көштік. Енді бұл жерде жақсылап тұрып техникаға қараңыздар. Өйткені мен айтқандай, көбісі иықты дұрыс жасамайды. Сондықтан иықтар өспейді. Иықтар өсу үшін осындай домалақ иықтар жасағыңыз келсе, жаттығулар дұрыс жасау керек. Қазір біз суперсеттен бастаймыз. Суперсет деген ол біз екі жаттығу бірге тоқтамай жасайтын боламыз. 15-15 қайталаудан біріншісі ол штангыны тартамыз, екіншісі гантельді жоғары қарай көтереміз. Ал кеттік. Он 15 өте жақсы. Келесі жаттығу жим гантельмен 20 кг екі гантельді аламыз. Көтердік. Жоғары қарай. Енді иықтың ортасы жұмыс істейді. 4, 5, 6. Иық деген өте жақсы ашиды. Иық өзі кішкентай бұлшық ет болғандықтан бұл бұлшық етке көп қайталау жасау керек. 20-30 қайталау, 40 қайталау жасау керек. Бірақ орташа салмақпен жасаған дұрыс. Сондықтан біз қазір 30 келі штангыны жоғары қарай тартамыз. Иықтың алды жұмыс істейді. Сосын гантельді жоғары қарай көтерген кезде иықтың ортасы жұмыс істейді. Алды мен ортасын екеуін бірге жасайтын боламыз. Сосын соңында иықтың артқы жағын жасаймыз. Ал кеттік, Нұрик. Басты 15-15-тен екеуін жасайсың. Нұрмұхамед деген шәкіртім. Мақсаты менс физик спорт түрінен бодибилдингқа қатысу. Келесі жылға көктемге дайындаламыз Қазақстан чемпионатына. Мақсат тағы бір 10 келідей салмақ қосу. Нұрикті бір аптаның ішінде 7 кг қосты. Өте жақсы. Ал кеттік. Опа! Ауыр кетті ме? Көрдіңдер ме? Қалыспайды. Мен көтерген салмақты көтере береді бәрібір. Көбейтсем ол да көбейтіп отырады. Міне, жарыс деген осы ғой. Даже жаттығудың барысында бір-бірімен жарысқан өте қызықты. Бірге жаттыққан. Мысалы 2-3 адам жаттыққан кезде бір-бірімен жарысады ғой. Ол
сен өсесің деген сөз. Мысалы, өзің жалғыз жассаң, кішкене өзіңді аяйсың бәрібір. Иә, мына салмақ жетеді маған дегенде, иә. Ал бірге жасаған кезде уже жарысасың. Солай адам өседі. Ой, қалай кетті? Бірмен жасасаң, от души ұйықтайсың. Иықтеген кию керек қой. Кию атқан кезде тоқтамай ары қарай жалғастыра бересің да. Сонда ғана екі өседі ғой. Сондай атаңелеттер, атаңелеттер. Қашып кетсің. Айуан-ай, айтпайтын бәлең жоқ, Ал, Нурик. Нуриктің беті ағырып кетті. Көрдіңдер ме? Беті аппақ болды. Все. Бірмен жарысамыз деп. Немен жарысам деп. Зачем? Ишін. Зачем проблемы деп? Бір айдан кейін. Постоянно осы жігіттер, любой жігіттер келеді да. Братан, 2 апта ғой. Братан, 1 ай ғой. 2 ай ғой деп әңгімелер бастайды да. Олар білмейді ғой біз жыл сайын тоқтамай жарыс болсын, жарыс болмасын, қандай проблема болсын, біз всегда залдамыз. Залға келеміз. Бір жағынан біздің жұмысымыз, екінші жағынан бұл спорт түрін сүю керек. Сосын адамдардың көбісінде арманда бұлай ісіп алып, осылай қалып қалса ғой деп. Үйге барған кезде, далада жүрген кезде. Бірақ олай болмайды. Тек жаттығудың барысында ісет, далаға шықтың жоқ болды ғой. Денең. Ойшын жігіттер, Нуриктің түрі ағарып кетті. Осымен оның жаттығулары аяқталды. Мен жалғыз қалдым. Бізде әлі иық бар, қол бар, қаншама жаттығулар бар. Өшіп қалды бауырым. Енді жалғыз көрсететін болам осы жаттығуларды. Жарайды. Енді иықтың артқы жағы 2 түрде жасайтын боламыз қазір. Штангыны тартамыз, сосын гантельмен. Иықтың артқы жағын нығайту өте қиын, сондықтан бұл ерекше жаттығу. Басты бүйтіп тіреп қою керек. Все. И осы жаттығуда тек жоғары қарай. Осы қысқа амплитудамен жұмыс істейміз. Тоқтамай 15 рет. 5, 6, 7. Бұл жаттығуда біз суперсет жасаймыз. Мен айтқандай, иық өсу үшін көп қайталау жасау керек. Келесі жаттығу махи, наклонда. Бірақ бұл жаттығуда суперсетті баға байлап жасаңдар, әйтпесе Нурик сияқты құсасыңдар, шын айтамын. 2 рет құсып келген бұл жаттығу. Бұл жаттығуда Нурик уже 2 рет құсып қойген ғой. 1 апта жасап жатыр, бәрібір көрдіңдер ғой. Нагрузкалар қиын. Бірақ алдымен техниканы үйреніп алу керек. Ол үшін дұрыс жаттықтырушы керек. Мен сияқты. Бірақ мен ешкімді аямай, көрдіңдер ғой. Құсасыңдар, жаттығу барысында құсасыңдар. Ал, кеттік, ары қарай. Енді махи иғарып тұрсын. Жасаған кезде бұру керек қолды. Сонда иықтың артқы жағына жақсы салмақ түседі да. Итого 30 қайталау болды. 15 штангымен, 15 гантельмен. Сонда иық тез өсе бастайды. Нурик, қараш. Бітіп жатыр. Қой, жата берме. Нұрлан аға, жата бермес. Нурик аға, жата бермес. Нурик ұялды. Камера түсіріп жатыр ғой, қалай жатады ол. Мінекей. Намыс деген осы ғой, намыс. Жеңіліп атсаң да, құсып атсаң да жасау керек соңына дейді. Біздің выпускымызды аяқтаймыз. Көп рахмет достар. Комментарий қалдырыңдар. Лайк қойыңдар. Нажмите на колокольчик, деймін.